Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мінекей біраз уақыт болды біздің осы студияға келіп запись жасап емшілерді шығармағанымызға. Өйткені біраз жаз айы болғасын біз ұзақ жол сапарларда жүрміз. Жаз айларында Әулие-Арлау, мешіт медресе деген сияқты, Мекке Мәдина деген сияқты. Ал енді биылғы жаз біз үшін өте сәтті өтіп жатыр. Өйткені халық емшілері орталығы бірінен кейін бірі 2-3 күндік семинарлар өткізіп жатыр. Сол семинарларды түсіріп, солардың репортажын назарларыңызға ұсынып жатырмыз. Ал бүгінгі күні біздің студиямызға әулиелер әлемінен сыр шертетін, әулиелердің тарихын жатқа білетін, былайша айтсаңыз, тірі энциклопедия десек болады. Қайсы қай жерде тугес керек жоқ, басып қалсаңыз, айтып сұрап қалсаңыз, бұл кісі айтып қоя береді. Ал негізгі мақсаты осы әулиелер тастап кеткен өсиетнамаларды, мұраларды, жәдігерлерді жинау, орнына топтастыру, бабалар ұстанған жолды бүгінгі жас ұрпақтың санасына құю. Енді дәл қазіргі сәтте біздің осы зерттеуші, ұлы дала профессор десек болады, замандасымыз Әбсадық тегі Асылбек мырзаның қазіргі көтеріп жүрген мәселесі, жаңағы бұрын мысалы Арыстан бабаның басында қалай болды? Ерте кезде ол жерде еш нәрсе болмады, бір тоқал там ғана болды. Соғанда барып жатып жүргеніміз, мотор жарық болған. Ал енді қазіргі күнде қараңыздар, үлкен мемориалдық кешенге айналды. Дәл қазіргі сәтте сондай осындай керемет гүлденуді Бес Торанға әулие сол жер күтіп тұр. Сол жерге осындай үлкен кешен салынса, бұл жерге келгендердің жолдары ашылып, Алланың нұры құйылған жерде тілектер қабыл болып, еліміздің рухани деңгейі одан арман көтеруші еді. Оның себебі неде? Тағы да естеріңізге сала кетейік. Айтып өтсеңіз, Бес Торанға әулие кім, қай заманда өмір сүрген, оның қандай кереметтері бар, не себепті сіз оны қазір көтеруді қолға алып жүрсіз? Қайырлы күн, игі жақсылар. Өткен туған күні құтты болсын. Рахмет. Мен тірліктермен де көп жүргеннен кейін кезде енді айыпқа бермесін, өтіп кетеді. Ағана не беріп жатыр деген неңді көріп инстаграмна. Сонымен дереу кірісіп шығармашылыққа. Мен әулие туралы айтып кетсем, мен туралы өлең. Содан бастайын бісмілләсін енді. Ал жарайды, ештеңе жақсы деген. Бірақ тиктокқа маған жібердің ғой, тиктокқа жібердің ғой. Сол енді көпшілікпен де ортақ бөлісейін деп, қуанышты бөліссең көбейеді дейді ғой. Қайғыны көбейсең азаяды. Туған күнің құтты болсын жұлдызым, жана берсін шуақтанып жұлдызың. Мақтауға марапатқа лайықты елдің бағы үшін туған ұл қызың. Ағанадай алқа тақса асыл жан, жақсылығы сені іспеттеп асырған. Өзегіңде ардақты жан азшылық, рухын елдің жалғар алтын ғасырдан. Ай бетпей кеш байқадым күніңді, кеште болса үлгертемен жырымды. Жаздым саған тілектерді шумақтап, ханшайымға бәсі биік бүгінгі. Пейіліміз қабыл болсын ақтарған, сөз мәйегін қозғау қадым шақтардан. Ал тарыстың әруағы оңай ма, тарихында тербеп сонау сақтардан. Баянды бақ қонақтасын басыңа, 18-ден жаңа асқан жасыңа. Елдің біздер табылайық жанынан, алтын ғасыр заман күткен асыға деп қабылаларсың енді. Не көрдіңіздер ме? Сыйлықтың ең абзалы, ең құрметтісі өлең жазу. Өлең деген ол шабытпен оянады. Сөздің киесі бар дейді, әрбір жерде тыңдап тұрсаң иесі бар дейді. Ал енді менің туған күніме осындай бір өлең шығарып жақында жіберген. Енді туған күнім 14 күні өтіп кетсе, 12-сінен бастап тойлаған, әлі тойлап келе жатырмын. Күндікке шай ішу, күндікке тосын сыйлық. Бұл Алланың берген маған бір сыйы болар. Осы халық үшін, Алланың разылығы үшін жасап жүрген қызметтерім үшін. Аллаға мыңда бір мадақ. Ал енді ағана алтын жүзік тағып жатса, тағы біреулер тағы да сыйлық, жаңағы студиядан алтын су, күміс судан директор статусын алып жатырмын. Шүкір тәуба, барлығына да рахмет, Алла разы болсын. Ал енді бүгінде жаңа тойлап келіп отырмын. Туған күн әрі қарай жалғасады, тойлана береді. Осы туған күн тойлаудан Алла тағала ұзаққа сүйіндірсін дейді ғой. Елімізде, жерімізде тыныштық болсын ең бастысы. Жер ана мейірімге толып жатсын. Ал енді негізгі сұрақ
көп рахмет, жазған өлең көңілінен өте шықты. Иә. Ал жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді дейді. Рахмет саған. Енді Алматыда өзің бар, сосын ағанамыз бар, Зейнекамал ханым. Ол кісі өткенде алдындағысында да келе алмай қалдым, жаңағы несіне шақырған арнайы. Ол кісіге дейін де айыпты болып қалдым енді. Бүгін де жаңағы соғып бірасын дейін әкеп. Ол кісіге де кішігірім армағым енді. Енді ағана таңғажайып жан ғой. Иә. Біртуар. 14-іне толған айдың күнінде елдің бәрін қалдырмастан бірінде марапаттап сый беріпсіз халқыңа, қадірлерін біліп сыйлап тірінде. Өте жақсы кеш болып та білгенім, аруақты бөлмей жармай іргенің, шақырыпсыз шар тараптан жақсына, ағытайын соған орай жыр лебін. Бұл тақырыбы ағанамен сырласу деген ғой, өзімен бір сырласатын жан іздеймін. Ер азаматтардың ішінде де бір үлкен бір жетістікке жеткен дейміз ба, бір бөлгім келеді ғой іштегі жанды енді сыймағасын. Сондай не ғой, сырласу тақырыбы. Орныңыз бар 30 жылдық еңбегін, жасай алмай дәл осылай теңгерім. Әйелдер көп адастырған орманын, енді соған сөз қозғайын білгенім. Ерлерде көп парқы тартқан есекке, қандай тылға жақсы жаман десек те, сыртқы дұшпан тартып жатса етектен. Елін сатқан басын бақай есепке, әйелдер көп ғайыр дінде арбалған, қасиетсіз қара жынға қармалған. Жастарға да жөн сілтейтін жандар аз, бақыттарын таппай іздеп сандалған. Дін исламға шақырғаның халқыңда, білгені де жақсы жандар парқыңда, дәл өзіңдей айырбастай алмаймын, бағаламайын елге қымбат алтынды. Бес Тораңғыл біздің ортақ бағымыз, дәріптеген тынбас тілмен жағымыз. Алланың тек ақ жолымен елдікке, шақырамы реті келсе тағы біз. Сұлулар аз небір күште тектері, қарасаңыз нұрлы жүзді беттері, кейбіреуін кетсін деумен алыстап, қалып жатқан бізден ары шеткері. Қандай әсем көрінеді қарасаң, сұлуларға сыр жетпейді-ау санасаң, ақиқаттан астар мәнін ұққаның, жөнді болар бақытыма баласам. Әйел бақыт, әйел арман өзгеше, талайлары артта қалды кездесе, сақ пен құмның дәуіріне шыдайтын жар саламын, қайда сұлу ендеше. Томиристей жауды қырып жапырса, таңды таңға қосып бірге атырса, керек емес келекесі күлкісі, сайқал сынып күнді босқа батырса. Ағана деп сырласқаның өзіңмен, апажан деп мейір іздеп көзіңнен, өзіңменен сұхбаттарын бір басқа, қуаттанып шабыт алам сөзіңнен. Осы құтты болсын ол кісіге де. Рахмет. Енді мынау 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін 4 шумақ өлеңге сыйдыру, ол да бір Алланың берген ерекше қасиеті. Ақындық деген Алладан келген шабыт, қасиет, эмоция. Ал өлең жай туындамайды, ол шабытпен әсер алғанда, Алланың разылығы үшін жасаған істерді көргенде. Біздің ағанамыз біртуар азамат десек болады. Азаматтар жасамаған істі жасап отырған азаматша. Және бақ қонған шынында да 30 жылда 30 арманы орындалған, барлық арман төл тегіс орындалған бақытты жан. Қара пайым халықтың жоғын жоқтап, мұң мұқтажын шешіп беріп отырған, үйсізге үй беріп, баласызға Алланың қалауымен жасаған емі шипалы болып, балалы болып, жұмыста жұмысқа орналасып, тентек суды ішкендер тыйылып, көліксіздер көлік алып, үйсіздер үй алып, қарызға батқандар қарыздан құтылуына жәрдем беріп жүрген ағанаға тек алғыс, алғыс, мың мәрте алғыс. Сол өлеңге ағана бүгінгі біздің мына ақын сырдың жыр сүрей дейміз ғой, сырдың ақыны келіп отыр. Сондықтан жаңағы Қызылорданы айтып жатыр ғой, енді жыр елі, сыр елі, жыр елі дейді. Сондықтан сол өлең сізге арналады. Ағана қабыл алыңыз, керемет, мағынасын түсініп тыңдасаңыз өзіне арнай жібересіз ғой. Тиктокқа да саламыз, астына музыкамен әрлейміз. Ал енді сонымен осы сенің арманың тектілер әулетін жинап, мынау Бестораңғы әулиені жаңағы Арыстан бабаның деңгейіне көтеру ғой, мемориалды кешен салдыру ғой мақсаты. Түпкі. Әрине Бестораңғы әулие туралы деп сұрақ қалдыңыз ғой енді. Бестораңғы бес әулие бата бергеннің құрметіне Бестораңғы аға шыққан жер негізі. Осыдан 5000 жыл бұрын, бірақ бұның
тарихы әріден кетеді. Ол енді адам заман, қадым заман дегеніміз құс ілім заманы, Нұх пайғамбар деген замандар деп айтады екен бабалар. Құс ілім дейді. Енді бұл жерге Алланың нұры түскен жер болғаннан кейін, кейінгі ғасырларда, дәуірлерде біздің бабаларымыз бірлікте болсын деп, бүкіл қазақты бірлікке жинап, бір болыңдар деп, 5000 жыл бұрын 5 әулие бата берген жерден 5 тұранғол ағашы шығып, Алланың нұры түсіп, көкке рұқсат етіп, барлығы да сәйкестік заңдылығымен тура келіп жатқан жер. Сонда бұл сақтар заманынан да ары ма? Ары, сақтар заманында да ары, даже жер бетін жындар болған дейді, жындар заманынан да бері ма? Алланың нұры сол жерге түскен. Көкке рұқсат етіп, бүкіл мына көкке өткені мен сол жерге осыдан қаншама жыл зерттеу жүргіздім ғой. Жүргенде сол жерде бір қарыс шөп шығып тұрса, Алматыға келсеңіз, енді осылай Алматыда енді шөптер шығып жатыр. Ары қарай Қызылордаға барам, ары қарай. Ол жақта да енді шығып жатыр шөп. Яғни мына жер орталық екенін сонымен байқайсыз. Бір енді Алланың нұры ғаламат дейміз ғой. Сол кешегі атеистік, материалистік заманда дәл сол жерге қарап жасаған дейді 70 жылдық. Оған дейінгі 5000 жылда біздің жеті қасиетіміздің ішінде ең біріншісі құдіретті күшті Құдайды Тәңір деген сөз Нұх пайғамбардың заманынан бар екен. Бабалар тектілер өсиеттерін тоғылып терең зерттеп, сосын мына кейінгі сақтар бабамыз соны бірінен бірі ғасырдан ғасырға алып өтіп, наурыз сол жерден басталған. Бүкіл дүние жүзі тойлаған, дүниенің патшалары, патшайымдары келген. Енді бұл түсіну ауыр енді. Өзің айтып жүргендей, 3 жылдан кейін енді түсіндім ғой дегендей жаңағы. Қожа Ахмет Яссауиден сұрапты ғой. Айтып жатырған Қожа Ахмет Яссауи айта берген бір кісі түсінбей жатыр дейді. Мен сенің айтқаныңды пәленбайдан кейін 1000 рет айтқанда, сен 1000 рет айтқанда түсінбедің деп айтады дейді. 1001 рет айтқанда түсіндім ғой деп айтады дейді. Сол сияқты енді өзіңде ақылы асқан әйелдер 3 жылдан кейін өткенде оқыттың ғой. Неге 5 тұранғол атанғаны? Ол 5 тұранғолдан да әрі ол пайғамбарлардың дәуірі, адам атаның енді Алланың нұры түскеннен кейін құдіретті күшті Құдайдың. Мысалы Меккеге барсақ, Алланың Кағбаны Ибрахим пайғамбар салған ғой. Бұл жерге Алланың нұры тікелей түскен. Көкке рұқсат етіп дүние жүзіне тарап. Екіншісі Мәдина қаласында Мұхаммед пайғамбар жатыр. Бұл жерге Алланың нұры тікелей түскен. Үшінші Әл-Ақса Иерусалимдегі жындарға салдырған Сүлеймен пайғамбардың мешіті. Онда да пайғамбар тұр тағы да, Сүлеймен пайғамбар. Бұл жерде 5 тұранғол Алланың нұры тікелей түскен. Төртінші Нұх пайғамбардың кемесі Қазығұртта қалды дейді ғой. Сол енді бұл жерге Алланың нұры тікелей түскен деп сөйтіп енді түсіндірме жұмыстарын өзгеше бағытта, басқаша түрде түсіндіріп жатырмын. Енді Шыңғыс хан да сол жерге келген деген аңыз бар. Иә, өйткені барлығы білгеннен кейін бүкіл бабаларымыз Шыңғыс хан да, Әмір Темір де, Атилла да, кім болсын енді Керей мен Жәнібек хандар да, кешегі Абылай хандарға дейін бұл жерге 300 000, 500 000 енді жер жаһаннан жиналып, жаңа жыл басталды. Енді кімдерді айтып жүрді ғой, өткенде жазушылар да қайта. Енді біздің түсіндіруіміз бір басқа енді. Терең тылсым сырмен, сондай адамдармен бойындағы қасиеті, сақтардан келатқан, ғұндардан келатқан. Енді бар ғой қасиетті ерлерде бар, әйелдерде бар. Бірақ ішінде әйелдер өте сирек таңдаулар бар екен. Аңғарғанымша. Енді сол енді бұл жер енді жеті қақпасы болған дейді, жеті қақпасы. Жеті қақпасының бірі жаңа сіз айтып отқан Арыстан бабтың қақпасы. Арыстан бабтың бір барып отқан кісілер білген дұрыс, ол жер тек 5 тұранғолға қақпаның біреуі ғана. Бір қақпасы деймін, есік ашатын. Сол сияқты мына мемлекет Қазақ қақаның атымен аталғаннан кейін Қазақ қақаның да қақпасы бар екен. Самарқанд жақта да бір қақпа. Осы қақпаларды түгендеу енді өткенде бір жоспарлағанбыз. Сол мына пендешілікпен реті келмей енді кім Замира қызбен ақылдасып Алашқа ханның басына бару керек болған мынадай төрткүлде соның қақпасы бар екен. Оның да 7-ші қақпасы біреуі сол. Сондай 7 қақпасы 7 жақтан сәлем беріп келетін болған. Ол жерге шырақшының 3000 шырақшы отқан бір қақпасына. Ол жердің шөбінде жұлдырмаған, талында сындырмаған. Салын сындырып шөбін жұлған адамдар ыңғайсыз жағдайға ұрынған дейді. Жаңағы қай сәуледе? Жаңағы 5 тұранғолдың ағашы тимеңдер деп айтып, өткенде жақында да бір жағдай болыпты, сондай әулетіммен қатты неге ұшырап, орнына апарып қоя салыңдар дедім. Алған екен, шырақшыға ескерттім, енді мынадан кейін алынбасын, негізі ана жерге бір неге қойып қоя беруге, өзі білместікпен алып атып орнына атады ғой. Енді бұрынғы зиярат 30 жылдан кейін мына ашылып атқан, өзіңде де соның ішінде таңдап, журналисі ішінен енді жұлдыз. Оғанда өзіңде тірі шешен, өзі көсем енді бар арғы тегінде.
мына айтып жүрік қой, Шымкенттегі Фатима ханымды шешесі арғынның қызы екен, ардақтап, сондай анасын ардақтап арғы тегінде бар кісілер бұл жерде қатысы бар да. Кеше мен кім келді екен 17 наурызда нұр түскен күні Фатима ханым келді, енді ол мен өзінің арқылы келді ғой, шапан кигізуге келді, шапан кигізіп түсіністікпен Асылбектің тарихы не деген тарих деп әңгімені керемет айтады былайша айтқанда. Я кешегі неде жіберіпсің, арадағы түсінбестік болады, мына жерге сенің қатысың бар, айналайын көкем еркем деп алып келген жаңағы кеше 24-іне хабарласқан екенсің, жаңағы Замира қыздың. Аштым да тек 24-на данные, 24 жыл мына Қазығұртта туғансың, кішкентай туғаннан бастап 24 жыл. Енді мен ана еске салып қайталап отыруым керек қой данныйларды. Оның бәрі маған да бекер тегінен келмейді ғой. 24 жыл сен Астанада тұрғансың, бұның саған бір үстіне қалғанда кішігірім болса да ашып кете салайын бұндай мәнінен. Құпия қылмай ақ қояйын, жұмбақ қылмай ақ қояйын, бірақ ары қарай оның нелерін 24 деген 114 деген Құранның сүрелері бар ғой кәдімгі. Соның ана 2 деген данный 2 тұлғаны білдіреді. Сосын 2 деген жаңағы өзінің санын тұрғанда аққудың бейнесін білдіреді. Қарапайым тұрғыда айтқанда. Ол 2-ның біріне берілетін бақ немесе немес ол, олайша айтқанда. Сол сияқты 17 күнде өзінің сандық ретімен мынадай Фатима ханымда келгенде үлкен бір хикметке толы ғой. Енді адам 5 күн жалғанда сыйласпаса, мынадай түсініспесе, мен айтып отырмын, мына жердегі басқа бұрынғы бір аталарға бересің, мына жерге Алланың нұры ғаламат, өзгеше бұл басқаша әлем бұл деген. Бұл оңай емес. Менің өзімен оқыған сайын көзіме салмақ түседі, ойланған сайын миыма салмақ түседі, анаға үшін жаның ашқан сайын жүрекке салмақ түседі, үш жерге қатты салмақ түседі мысалы. Өте ауыр науқас. Сосын екінші адамды мысалы араласқан адамды хотя ренжітіп алмайыншы дейсің, бірақ араласқан адамның ар жағында басқа адамдар болады. Ой, неше түрлі жағы ғайыптендер, сектанттар деп отырмыз ғой енді. Өзі бөлшек-бөлшегін шығарды ғой. Сондықтан да оны сақтандырып, қашан сақтандырасың? Сосын енді өз білгеніңмен бара бер дейсің, жолың ашып кете бер дейсің. Енді мирне без добрых людей дейді ғой орысша айтқанда. Сосын енді сондай ғой енді. Ал мына Зейнекамал ханымның енді өте сақтар несін өткенде де біраз сұхбаттасамыз группада да, өте күшті сөйлесеміз. Сөздің мәнерін көрсеңіз, Асылбек мырза деп кетіріп қояды ғой енді. Енді сондай енді оны мен жеткізе алмаймын енді. Зәмендеп бұл кісіні неге ардақтап құрметтейді деген нелер болады ғой. Дүниесіне бола ма, әлде бір несіне сөйтсем, бұл кісінің бір құпиясы Жәкеңдей азаматты пірін ерін сыйлағанда жатыр екен ғой. Бұл кісінің не құпиясы бар сонда деп. Әйтпесе көп елдерден артық жері я кем жерін таппайсыз ғой. Рас қой. Өте жақсы. Енді қараңыз, бұл бабалардың жаңағы өсиетнама кітабын жарыққа шығарды жаңағы жазушымыздың аты жөнін айтып өтші. Ол жатта болатын кезіңіз Леспек Байжан. Еңбек бар дейміз ғой. Ол кісі кітапты жазды, 17 жыл өмірін арнады, сол кітапты жазды. Дейміз сөйтіп 17 жыл. Сонша жыл өмірін арнау. Оның ар жағындағы жаңағы Атымтай жаңағы әулие. Алиасқар Байғұтов. Әмір Темірдің қабырын ашпаңдар деп тектісі қазақтың. Осы Алиасқар Байғұтұлы ерлер бастаған. Енді әйелдер қостап отыр ғой. Әйелдердің арасынан тектілердің ұрпақтары. Атап айтқанда Ағана, Фатима, Шымкент облысының халық емшілер қауымдастығының директоры. Ал енді жаста болса Замира. Замираның ұйымдастыру қабілеті өте жоғары. Ол барған жерде адамдар өзі шоғырлана қалады. Және ойлаған істері ойға жүзеге асып, үлкен бір жаңағы асқа бір жаңағы топ адамдарды ертіп келе алады. Және оларға сөздерін өткізе алады. Сондықтан осылардың барлығы әр жер сай-салада жүр ғой енді адамдар. Қазіргі заманда адамдардың бәрінде қаражат бар да, бірақ көкірек бар ғой. Мен не істеймін, менде ақша бар, кетсін, мен өз алдыма жүремін депші. Ал енді сол адамдардың нәпсісін төменге түсіріп, бүткіл өмірін әулиелерді зерттеуге, олардың қалған өсиеттерін насихаттауға миссия беріп қойған Алла тағала біздің ұлы дала профессоры Асылбек мырзаға. Әйтпесе бұл да чайын ішіп, сол Қызылорданың бір жерінде жатпай ма, бір әулиенің басында шырақшы болып, немесе кітап жазып өлең жазса да күнін көреді. Бірақ бұған маза бермейді. Бұл Алла берген қасиет. Әулиелерді жыл көлемінде аралау керек. Жаңағы шашылып жүрген әркім әулиелер, бұл заманның әулиелерінің басын қосу керек. Олардың әрқайсына
жаңағы жол табу керек, тілдерін тауып, олардың басын біріктіріп, рухани жаңағы азық қарапайым халыққа беру керек. Сондағы мақсат не? Мына бабалардың ішіндегі бабалардың бабасы бес торанға әулиенің басын арыстан баб деңгейінде көтеру. Иншалла ол ертеме кешпей жүзеге асады. Кезінде арыстан бабаны да ойлаған жоқпыз ғой. Сол жерде түнде атаның жанында ата мен апаның чайын ішіп, ол көтеріледі деген ойымызда жоқ. Сол кезде біздің де сол арыстан бабаның басында Алланың қалауымен жолымыз ашылып кеткен. Яссауи бабадан барып аталғанбыз. Ылғи айтып жүрсің осы арыстан бабты ылғи. Сол жерден жолым ашылған мен негізі. Кейін Меккеде сол жалғасып одан арман бүгінгі күнге шейін келе жатырмын. Сондықтан әулиелерден шарапат деген осы жақсы адамның аруағы 40 жылға асып дейді. Сондықтан осының бәрін ұйымдастырып отырған ұлы даладағы ойшыл, бәрін жаңағы есептеп, нумерология бойынша есептеп, санын есептеп шығарып, әйтпесе қазір кім санын есептеп отырсын бұл заманда? Ақша есептеп отырған заман ше. Ой, анау қанша теңге тауып, арадан қанша теңге тауып, ана жерден қай жерден біреуден үй алғызып, қайтып, сол жерде рахаттанып өмір сүрсем деген заман ғой қазір шындығында. Барлық адамның ойында сондай. Сондықтан соның арасынан бір адамды дара шығарып қойған. Үйді де ойлатпайды, ақшаны да ойлатпайды, дүниені де ойлатпайды, тек әулиелерді ойлатып қойған. Ал әулиелерді ойлатып қойған адамның тілегі әрқашанда қабыл, және ғасырдан ғасырға бұл кісінің жасаған еңбегі жаңа жерде қалмайды. Кете береді ұрпақтан ұрпаққа. Көп кісілер айтады осыны. Мысалы, қарасаңыз Бекет ата дүние іздеген жоқ, 7 мешіт салдырды жердің астынан қаздырып. Күндіз мұсылмандарға, түнде перілерге сабақ берді. Меккеге ұшып барып намаз оқып келді. Артында міне осы күнге шейін әлі келе жатыр, аты өлмейді. Яссауи бабамыз жер астында 60 жыл өмір сүрді. Артында қалған жазған өзінің кітабы асып қалсаң Құран дейді мағынасы. Ол да қалды. Райымбек ата батырлығымен артта қалған. Біздің шығыстағы Қабанбай батыр, біздің бабаларымыз Қожан батыр, Жанбай батыр. Батырлар өте көп. Ал солардың ұрпақтары біздерміз. Енді біз осыны келесі ұрпаққа берсек, олар ары қарай жалғастырады. Ал Асылбекті әр адамды дүниемен есептейді қазіргі заманда. Сенің дүниең бар болса, сенің асып кетіп, ас-үстің өседі. Дүниең жоқ болса, сенің тектілігің 5 теңгеге қажеті жоқ, адамдар сені итеріп тастайды. Ой, мынаны ақша жоқ. Мен айтамын, әй, бірінші тектілікпен есептеу керек адамды. Тегі бар адамды Алла тағала көтере береді. Ақша бір күн бар, екінші күні жоқ, үшінші күні бар, төртінші күні Алла береді дегендей. Сондықтан Асылбек сияқты бір дара адамды қолдап жүргеніміз әрине абзал. Кейде енді тетелес болғасын екеуміз жаңа ажынгүл ұрсыз қалатынымыз да бар. Сосын кейін блокты жабам, қайтадан ашам дейсің. Блокты қойып тастайтынымыз да бар, бірақ ойлаймын, бұл далада, маңдалада Алланың берген миссиясын орындап жүр ғой. Қой, біз дүниеви жақтан қарамайық, пендешілік жақтан, рухани әулиелердің көзқарасымен қарайық деп, бұл кісімен әңгімені ары қарай жалғастырып, арасында басқа да қыздармен сөйтіп қалатыны бар кей кездерде. Ол қыздармен татуластырып отырамын. Өйткені барлығымыздың ортақ жұмысымыз әулиелердің тастап кеткен өсиетін ары қарай жалғастыру. Солай емес пе? Енді бір ауыз айтып кетейін, мақұл дұрыс қой, Замираның айттың татуластық. Негізі Бестораңғыл әулие татулық, достықтың киелі бесігі. Бұл жалғыз жеке адамдарға емес, бүкіл әлемнің сол жерге келіп, енді дұрысын айтқанда киелі бесік деген енді адамның бесік деген сөз бар бұл жерде. Бесік деген сөзде шариғи, тарихи терминдерден де алып қарау екінің біріне келе бермейді, бесік деген сөз. Осы бесік деген сөзге бір мысал айтайын, жаңағы Македонский 300 мың әскермен осы Бестораңғылды сақтаған. Сосын киелі қазығұртты басып аламын деп келе жатады. Сонда Амударияның жағасына келгенде бір елді қоршап алады. Мына киелі даланың қандай қасиеті бар, халқының мені зерттейші дейді ғой. Сөйтіп қоршап алып, ішінен бір жігітке айтады, мына анаң дейді, мына бесік дейді, мына халқың дейді. Егер мына екеуін біреуін отқа тастайсың, болмаса мына халқыңды қырып тастаймын, айтқанын істемесең. Егер біреуін орындасаң, мына халқың аман қалады дейді. Дереу шешесін, ана сені ренжіме, мен бесікті тастай алмаймын деп шешесін отқа лақтырайын деп отырады ғой. Шешесінің сөзін қарасаңызшы, балам екі дүниеде қарыз емессің маған деп айтады дейді. Бесікті тастама отқа деп айтады. Тоқта деп айтады дейді Македонский. Сен неге мына қуашты алып қалып тұрсың да, шешеңді туған ақсүйектерге анаңды лақтырайын деп жатсың, соны түсіндірші дейді. Мен мына басым қатып кетті ғой мына даланың халқының өзінің атайды аналықтарына дейді. Біз мына киелі бесікке тербелген тектілер еш уақытта жолдан адаспайды. Сосын мен бесікті тастасам, мына ақсып берген анамды да тастағаным, құдіреті күшті Құдайдың нұрын да тастағаным. Менің дымымда қалмайды ол. Осы
тербелген өскен тектілеріміз біздер деп айтады. Біз тектілердің еліміз, тектілігіміз осы бесіктен бастап басталған біздің. Тәрбие тал бесіктен деген сөз сол екен ғой. Астарына үңілсек сол сияқты жаңағы мен де осы бесікте тербеліп өскен ұрпақпын деп Александр Македонский жаңағы рахым беріп, бұл қандай тағы да енді соның ерлігінде көрген бұл даланың сақтардың сол ерлікте елдікте ғасырдан ғасырға ұрпақтан ұрпаққа аманат болып келе жатыр ғой енді. Сондай тарих қандай керемет дейсің ғой. Не деген тарих, жаңа Бекет атаны айтып жатсыз. Өсиеттерден аттамаған, өсиеттерді қазіргілерге де аттама деп адам, қандай әйел, қандай ер болса да өзің жазып, өзің аттап кетіп жатсың деп көкелеріме айтып жатырмын. Әрі кетемін, бері кетемін. Мына жерде ауыстырып алдыңыз деп ескертесің енді. Елеспек ағамызға да ашық қой енді. Ол ашық болмаса болмайды ғой. Отырсаң енді оның көңіліне несіне қарап отырған сен тағы бұрмаланып барады. Ол бұрмаланған аздай. Сосын киелі жерлердегі жаңағы ерекше ескертеріміз осыны пайдаланып жұлдыз. Киелі жаңағы тастарға тимеу жөнінде. Осы нәрсе 10 жыл бұрын жарияланып қойғаннан кейін тағы қайталап өтпесе, өйткені бұл киелі тарих өсиеттер жиі қайталануымен өсиет тарих болып қалыптасады екен. Қайта-қайта айтып отыру керек екен. Жаңағыдай Қожа Ахмет Яссауиге мың рет айтқан сияқты. Өте жақсы. Енді осы жаңа Бестораңғы әулиенің басына барып, жаңа Бестораңғы ағаштарды ұстадым ғой мен. Адамдар көп болды да жердегі сынған ағашты ұстап көрейінші деп ұстап қалсам, сонда жүрек сияқты дыңқ деп жаңағы энергия. Жүрегі бар дейсің жаңағы. Иә, жаңағы соғып тұр. Осын кейін адамдар кеткен соң ағашты құшақтап көрдім. Не болады екен деп. Ағаштан да поток энергия келіп тұр. Анау ағаш қозғалып тұр. Адам тербелген сайын ағашта қозғалады. Сонда ол жерде Алланың нұры бар екен. Бұл Алланың нұры құйылған жерлер порталда, орысша портал деп айтады. Сол нәрсе мынау ұзын ағаштың ар жағында жер бар тағы да. Бипатима апамыз отыратын жер бар. Ана бір бақсы апа бар еді. Иә. Сол жерде үңгір тас. Сол жерде үңгір бар. Үңгірдің ішіне барсаңыз тас бар да, тасқа басыңыз тіреп тұрсаңыз, тағы да сол жерден сол Бестораңғыдағы нұр ол жерде де бар екен. 70 жерде бар екен осындай порталдар. Ол жерден де энергия құйылып тұрады. Бірдей сол барлығыңыз. Енді мына не жақта бар, шелек жақта бар, оның ар жағында таудың үстінде. Ол жерге барғанда поток энергия ол тіке құйылады басына. Құйылған кезде сен өзінен өзің шайқалақтай бастайсың қара қақпада. Сонда сен тазарасың, қызыл қақпаға барып жерге жатасың, қасиетің ашылады, тағы да тіке энергия құйылады, жаңа кім айтқандай, Алланың нұры. Сондай қазақ жерінде Алланың нұры құйылған жерлер өте көп екен, бірақ өкінішке орай атеистік заманда біраз жабылып кеткен, қазір қайтадан ашылып жатыр. Ал соның бірегейі, ең үлкені жаңағы Бестораңғы әулие. Ал енді жаңа ағашты алма дегенде тағы да мынау Ақтөбе жақта тағы бір Сынықшы Сүлеймен деген ата өмір сүрген. Кейін Кеңес одағында қайтыс болған. Сол кісі 6 айлық алыс жерлерден жаңағы я Сүлеймен десе адамның денесіндегі сынық орнына түсе қалады екен. Сосын кейін оны ақ шүберекке орап, жаңағы 3000 сом салып іліп қояды екенсің үйінің сыртына ше, бір жер сынған адам. Сосын я Сүлеймен десеңіз, сол сыныңыз орнына келеді екен. Соны мен соның басына барып эфирге түсіріп жатқанда шырақшысы айтты, сізге мен мына ағаштан сындырып берейін, сіз ала кетіңіз деп. Мен де ойланбай ағашты алдым. Ойланбай аласың. Иә, ала салдым. Ал мына жаққа келген соң ағаштан күштердің шуылы шығып, маза бермей маған. Өзің басың маса мен естеймін деп сосын ойладым. Сөйткенде мешітте бір ұзақ, орталық мешітте ұзақ қызмет еткен бір атамыз бар болатын, Семейдің атасы, қайтыс болып кетті. Сол бір адам звондайды өзінен өзі. Сен дін жолында жүрсің, ана мешіттегі аға атаның бір жері сынып, больницада жатыр. Сен неге барып көңілін сұрамайсың дейді. Мен де айдаладағы атаң маған неге айтып тұр деймін. Сосын айтым, жарайды дедім де, кейін сол ағашты солардың келініме әйтеуір біреуіне бердім. Осыны сол кісіге бердіңіз, сөйтіп я Сүлеймен ата деп 3000 сом теңге салып қойып, ананы іліп қойсын деп айттым. Енді кейін ол қалай болған білмеймін, кейін ата жазып шықты деп естідім. Енді бүгінде ол кісі бақилық болып кеткен, атын да ұмытып отырмын. Сөйтіп мен ол ағаштан солай құтылғам. Сонда ол Алла тағала маған ана ағашты сол кісіге беру керек болып тұр. Ол кісінің мешітке еңбегі сіңген адам ғой, көрдіңіз бе? Ал бірақ менің өзімді оны ұстауға болмайды. Болмайды. Рұқсат жоқ. Сол сияқты әулие басына бір тас та, топырақ та, бір нәрсе де алуға болмайды. Оның өзінің киесі бар. Дұрыс айтасың, киесі бар деп бір ағашты алғанда сондай жағдай болып жатса, тірі адамдардың ішінде де әр уақытта әйел де болады, әйел уақытта ер де болады. Мен енді соның ішіндегі біреуі, бірегей деп жаңағы
сары өлең айтамыз ғой, Сарекеңде ол да азамат сондай киелі, өте бойына дарыған. Енді бір айтып өтуге болады, ол азаматты да айтқанның ешқандай несі жоқ, айыбы жоқ. Мына кезіндегі біздің тоны көп білге қаған деген патшалар болған. Сол мына көрші отырған елдердегілер аттарын сұрады дейді. Мына тектілерден ат алайықшы деп. Ат беріңдер аналарға деп айтты дейді. Сосын бір күні сен ана жас тоқалыңда ана 4-5 тоқалың әйелің бар екен, сен әйеліңді бер бізге деп. Әйелімді ала бер деп. Сонымен жиналыс құрып, енді балалар жер сұрап отыр дейді. Жоқ, жер берілмейді ешқандай. Көрдіңіз бе, әйелімді алсаң ал, жаңағы жылқылар дүниені алсаң ал, бірақ жер берілмейді. Сол сияқты жаңағы мына Сарекеңде бойында сондай құрмет деген дұрыс бір азамат болды, сондай бір Алланың ұлықтап дәріптеп жүрген Мансұр Халлаж деген дәл осындай Сарекең сияқты әулие өткен. Мансұр Халлаж деген Қожа Ахмет Яссауидің диуани хикметтерінде айтылады. Мансұр Халлаждың қарындасы болады, Әнел деген қарындасы болады. Сол қарындасы ғайберен 40 шілтен дейміз ғой. Негізі ғайберен 40 шілтен ғана болады, 41 шілтен деген болмайды, ол өтірік нәрселерді. Осы дұрыстап осы өсиеттен өтірікті ажырату бар, өте қиындау, осылардың барлығын түсіндіріп отыруым керек. Содан жаңағы Әнел ғайберен 40 шілтендерге жәннаттың суынан қызмет жасап, сондай таудың арасында адам бармас жерге барады екен олар. Сөйтіп жұрттың бәрі айтады, сенің қарындасың бір аяғын шалыс басып жүр деп, сен ана аңды ізін дейді ғой. Ана ағасы Мансұр іздеп барады аңды. Сөйтсе ғайберен 40 шілтендерге су құйып жатыр екен. Өз шілтендер ғой, көріп отырады ғой. Сенің ағаң келіп тұр, мына кішігірім суды ана ағаңа барып бер дейді. Сөйтсе бір мынада кесе судың өзінің ағасының көтере алмайтынын біліп, Әнел қыз барлығын ішеді, бір ғана жұтым қалдырады ағасына. Сол бір жұтымның ішкеннің өзінде де Аллаға деген ғашықтық мақамына өтіп кетеді ғой. Алла сөйтеді да, сендер өтірік айтып жүрсіңдерге, Әнел деген қарындасым хақ жолында екен, әннәл хақ, мен де хақ жолына түстім, Аллаға өтіп кеткен ғой мақамына. Мен де хақ жолына түстім деген сөзді айтып, есі шығып кетеді екен. Антал хақ деген сол ғой, ләйсәл хадис. Яссауи хикметтерінде айтылатын осы мәнін ашып беріп жатырмын да. Әннәл хақ, меннәл хақ деген хикмет содан шығады екен да, ол сөздің түрі өзгереді екен да, айту. Меннәл хақ, мен хақпын, мен құдаймын деген сөзге ауысып кетеді ғой жаңағы. Мен құдаймын деген. Сөйтеді де елдің патшасына молдалар болады ғой, кәдімгі сияқты, молдалар сияқты. 300 молда жиналып кеткен, мынау мен құдаймын деп жүр, мынау есі дұрыс емес мынаның деп. Оны жазалау керек дейді ғой жаңағы. Құдайға тіл тигізіп жатыр мынау, мен құдаймын деп жүр деп. Содан жаңағы не керек? Бұны патшаға айтады, мынаны жазалау керек дейді. Патша мені көрейін да, көрмей менде қалай айтамын сендер. Патша жауап береді ғой бір мемлекеттің етіне дейін, битіне дейін, құмырсқасына дейін, халқына дейін. Ол Алланың алдында жауап беру оңайға түспейді ешкімге де. Оны паралап ала алмайсыз Алла тағаланы. Осы дүниенің сотынан пара беріп қашып кетуі мүмкін, Алланың сотынан ешкім қашып кете алмайды ғой. Содан қарайды да патша, мынау өзімен өзі жүрген адам ғой, есі кіресілі шығасылы мынаның. Оның ешқандай айыбы жоқ қой, мынаны не айтып не болғанын өзі білмейді ғой бұның. Мен бұны жауапкершілікке алмаймын, алсаңдар өздерің аласыңдар дейді да. Енді аналар патша рұқсат берді екен деп ана молдалар барады да, бұны жазалауға көшеді ғой енді. Сен тіліңді қысқартпасаң, енді анаң енді сондай ғой енді, дүмшелік деген содан шығады ғой. Содан бұны жазалайды да, әбден есін шығарып бүкіл елге ұрыңдар дейді мынаны. Есікке, қалаға, кіреберіс халыққа. Бір жақсы жері бұның шейх Шибли деген ұстазы болады ғой. Сол заманда сомен аман қалады бұлардың барлығы. Сөйтеді де бәрі ұрып жатқан кезде сіз де ұрыңыз дейді. Рухани шәкірті қарап тұр ғой, тек сипап қана өтеді жаңағы шейх Шибли. Содан кейін не керек? Бұны енді тілін қысқарту үшін денесін бір бөлшек, өзін бір бөлшектеп тастайық дейді ғой. Бөлшектеп тастаған, ұрған ана кісілер ұрып жатқан таяқтарда, ағаштарда әнәл хақ, менәл хақ деген зікірді салып жатыр дейді. Бұл хақ жолда бұл. Әнәл хақ та хақ жолда, хақ жолда бұның екеуі де. Антал хади антал анта деген сен ұлысың деген сөз. Иә. Сөйтіп жаңағы ағаштарға дейін бәрі зікір салып кете береді дейді. Бұл керемет болып жатыр, Алланың құдіретімен болып жатыр ғой енді. Сөйтіп мынау алаңсыз аналардың үрейі ұшып кетеді жаңағы 300 молданың. Мынау өлмеді ғой дейді. Сөйтсе рухани әлемде өлім деген әсер етпейді екен ғой. Содан не керек? Бұдан қалай құтыламыз? Денесін бір бөлек тастайды, аяқ басын бір бөлек, денесін бір бөлек тастаса, әр бөлшектеріне дейін әннәл хақ, меннәл хақ деп зікір салады дейді. Сонда да қоймайды дейді. Ал енді масқара шығады. Не істейміз енді бұны? Ой, онда бұны баяғана патшаларды спиртке алып күлін көк ұшырып жіберген екен ғой. Сол сияқты бұны өртеп жіберген де құрсын бәрі. Өртегеннен күліп көк ұшып кететін шығар дейді. Өртеген заматта күлі шамалы күлі қалады ғой енді. Күлі қалған уақытта катаклизм оянады ғой табиғаттан.
табиғат буырқанады Алланың құдіретімен. Цунами оянады ғой, шайқап жан жағын тас талқан дал шығарады ғой. Патша да шошып кетеді, бүкіл ел зәрелері қалмайды ғой. Не болса да жаңағы мынаның ұстазына барайықшы, мына жаңағы Мансұрдың ұстазы бар еді. Патша да, молдалар да, бүкіл халық та жүгіріп барады ғой. Сөйтсе рухани әлеммен тілесетін қасиеті бар екен жаңағы әулиенің. Отырып қараса, менің немде күлімде қалған теңізге тастаңыз, я Мансұр деп, руханиятта ишара келеді ғой. Сөйтіп күлін әкеледі де, я Мансұр деп, дарияға тастаған кезде тыншиып барды. Ана кереметті көрген патша да, дүмше молдалар да, бүкіл халық та сізге шәкірт болайық дейді. Ана көріп тұр ғой, менен аулақ кетіңдер дейді. Сендер Алланың қандай досына қиянат жасадыңдар, қандай досын өлтіргендерін де білесіңдер ме? Мен жауап бере алмаймын сендерге. Мен сендерді ала алмаймын шәкірт дейді. Менен аулақ кетіңдер дейді. Сол сияқты елдің арасында әулиелер бар, әруақты кісілер бар, әйелде де бар, ерлерде де бар. Құрметтеп сыйлаңыздар, оны мазаққа, келекеге, күлкіге айналдырып бермеген жақсы деймін да. Сол енді айтарым. Енді тағы да 90 сөздің толықтай түйіні, олар елдің баласы, бірін-бірі батыр дейді. Біз енді сол тардай шашылып жүрген Қазақстан төртбұрышындағы сондай қасиеті бар, тек дәулеттен шыққан, қолынан ұйымдастырушылық қабілеті бар, айтқан сөзін елдер тыңдайтын, Алла разылығы үшін жаңағы сауапты істер жасайтын азаматтар мен азаматшалардың басын көтеріп, сол мақсаты жаңа Бесторынға әулиенің басын көтеру. Көтеру дегенде елдер қалай көтереді деп, ол жерге комплекс салып, мемориалды елдер барып зиярат қылып, құрбандық шалып, дұға қылып жатса, әулие Алланың нұры құйылып тұрған жерде тілек қабыл болады сөзсіз. Халқымыздың рухани деңгейі көтеріледі, экономикалық деңгейі де көтеріледі деген сөз. Басқа бұл сізде артық ой жоқ, өзіне бір ақша жинап алайын деген ой да жоқ. Барлығына өз жол бойы Алла тағала көлікке қандай көлік бұйырады, арба келе жатар ма, велосипед келе жатар ма, жаңағы үлкен көлік келе жатар ма, джип машина келе жатар ма, бұл кісіні өзіне өзі қол көтерсе тоқтап алып кете береді. Кеше бір ауыз сөзім, кеше бұзылып қалып біз шыққан кезде жолда түнде Өзбекстанның автобусына салып жіберсеңіз бола ма? Ол жолда келіп жаңағы оның заправкасы таусылып қалып, заправкасы бір-ақ жерде заправка келеді екен. Сонымен жаңағы зорға арба ашып түсті, зорға жеттік. Әйтеуір арасында өзіңізге рахмет, шаймен бір риза қалып, жолыңа деп шығарып саласың. Алла разы болсын енді. Осындай айтып қойған дұрыс қой. Қараңыз, сондағы мақсат не? Арып шаршап, ыстық күнде не басына күн туды? Осы сөзді айту үшін анау жаңағы Қызылордадан осы Алматыға келіп отыр. Енді мен Қызылордада жүрсем, Қызылордада эфирге шығып жіберуші алушады ғой. Ол енді біздің Астана, оңтүстік Астана Алматы ғой. Соған өз қаражатымен келіп отыр, қараңыз. Осы бір ғана ауыз сөз халықты анау Бесторынға әулиені көтеруге үлес қосатын адамдар бар ма? Сол жерді көтерейік, елімізге жақсылық болсын, және алыста шаршап жүрген адамдар бір-бірімізбен бәстеспейік, бір-біріміздің барымызды бағалап, бірігіп, жаңағы ел басқарған азаматтарға қолдау көрсетейік деген ой ғой. Елімізде, жерімізде, бүткіл әлемде бейбітшілік болсын деген тілек. Ал сізге рахмет, қандай тілек айтасыз өзіңіз? Жаңағы өзің тамаша айтып бердің, тамаша керемет толықтырып қана өтейін. Әрбір қосқан үлестеріңіз, жұлдыз арқылы болсын, біз арқылы болсын, кім арқылы болса да, Бесторынға қатысты деген адамдар, әйел болсын, ер азамат болсын, енді мұң сауаптан жасын, енді мен енді жеткізе алмай отырмын көбіне көп. Өлеңмен ғана сөйлеймін деп қойсайшы. Өлеңмен жеткізеді бұл кісі. Іштегі шер негізі көз жасымен немесе сөзбен шығады дейді ғой. Енді осылай енді мына өзіңде семенде бөліскен қандай керемет мысалға. Ашық жарқын пейілің бар да, ниетің, ықыласың өте күшті түсіндіру. Басқаны таңдай алмайсың енді өзіңнен басқа. Рахмет. Векторды қайталап жатыр жаңағы нені. Саған не бір Жапонияның несі болған дейді ғой. Жеті әулиесі болған. Аты неме деді жаңағы? Как там Виктор сказал? Хатей. Хатей деген здравствующий монах. Көрдіңіз бе? Шығыстан жеті осындай монахтар, әулиелер барыпты дейді Жапонияға. Жапонияға барып күріш егуді, өмір сүруді, 7 түрлі өнерді үйретіпті дейді. Сондағы үйреткенде осы 7 әулиенің ішіндегі ең үлкенінің аты Хатей екен. Сол Хатей қай жерге барып тоқтаса, сол жерде береке болады екен. Сол үшін ауыл шақырады екен оны. Сол сияқты біздің Асылбекте әулиелердің басын аралап жүретін маң даланың, ұлы даланың профессоры.
сізге сәттілік. Жаңа осы сіздің алдыңызда ғана мына күн билер басшысы осы әлем дейді бір інімізбен орай кемей жүрген Ермек Албан деген жігіт. Сонымен де кездесіп өзі қонақжайлығын білдіріп, рахмет, ол өзінің азаматы, тамаша қазақылы мінезі бар, намысы бар екен жаңағы. Қонақ қылып шығарып салды жаңағы сіздің алдыңызда да шай беріп, май беріп дегенде істері оңға бассын. Осындай жігіттер көп болсын енді. Ал жақсы, енді сізге бүгін жаңадан бір мына өзіміздің орыс халқының дейді, орыс емес, бұл енді не ғой, Украина азаматы. Виктор сізге Хатей деген, Японияның Хатей деп отыр ғой, әулиелері, солардың қолбасшысы. Саған қазақтың Хатей деген титул берді. Құтты болсын енді. Барған жерінде береке болсын. Құрметті көрермендер, эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.